Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіз. Мен сіздерге бүгін тері күтіміндегі қателіктер туралы айтатын боламын. Видеоның соңына дейін қарап лайк басуды ұмытпаңыз. Ең бірінші қателік ол бояуды сүртпеу. Ұйықтап жатқанда бояу біз қалағандай жұмыс істемейді. Егер ұйықтар алдында бетіңіздегі бояуды сүртпесеңіз, ол терідегі ұсақ тесіктерді бітеп, қабынуға итермелейді және терінің қартаюын тездетеді. Күндізгі крем қолдану. Күндізгі кремдер көпшілігі құрамында күннен қорғайтын SPF фактор болады. Сол үшін түнгі кремдерге қарағанда бағасы қымбаттау. Ал ондай күннен қорғайтын фактор бізге түнде қажет емес. Арнайы түнгі кремдер қанық әрі тез сіңгіш болады. Соның есебінен түнгі уақытта жасушалар табиғи жолмен қалпына келуіне көмектеседі. Шашты жіберу. Шашты жинап ұйықтау шарты барлық адамға арналмаған. Тек бет терісі безеу шығуға бейім адамдарға қойылатын шарт. Бізге майлы тері сөз тіркесі таныс, сонымен қатар шашта да май болатынын ұмытпауымыз керек. Егер шашыңызды жіберіп ұйықтасаңыз, шаш бетке тиеді. Содан соң шаштағы майлар бет терісінің жасушаларын бітейді. Сондықтан ұйықтар алдында шашыңызды жұмсақ резинкамен жинап жатқаныңыз дұрыс. Массаж жасауды ұмытпау керек. Бетіңізге массаж жасау 3-ақ минут уақыт жеткілікті. Егер үйреншікті ісіңізге айналдырсаңыз, әжімдерден және тері созулардан қорықпасаңыз болады. Бет терісіндегі ең нәзік және күйзеліс жиналатын көздің айналасына аса мән беру қажет. Бет терісіне массаж жасаудың әдісін, әртүрлі әдісін қарастырсаңыз болады. Скрабты шектен тыс қолдану. Әрине, бет терісі жасушалары қабыршақтығынан құтылу дұрыс әрі жағымды, бірақ скрабты аптасына 2 реттен артық қолданбаған дұрыс. Скрабты көп қолданғаныңыздың зияны 20 жасыңызда білінбейді. Ал 30 жасқа толғанда теріңіз сезімтал бола бастап, қылтамырлардың жарылуына келеді. Соның салдарынан теріңіз ауырғыш және сырт көзге шаршаңқы көрінетін болады. Егер бұл видео сізге ұнайса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Өз ойыңызды жаза кетіңіз. Сіз қандай қателіктер жібереді екенсіз?